Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Ержан Тұрғынбайдың халық таңдау партиясы жайлы не айтасыз, Әбіләзов туралы не айтасыз дейді. Ержан Тұрғынбай жақсы жігіт, Әбіләзов жақсы жігіт. Менің көзқарасым осы. Ал Мамай, Нұр Мамай. Анау кім еді? Әлтай ма? Кім еді ана Астанада тәкбір айтып Аллаху акбар деп ереуілдейтін біреу бар ғой. Кім еді аты? Атын ұмытыптым соның. Әлтай ғой деймін, е? Тәкбіршаны Астанадағы ереуілдетіп. Ол нұр жоба ол. Тап-таза биліктің маймылдар олар. Сен сенбесең бес қазақ өзің ауылдан барып бір Астанада ел даласында Ақорда жаққа қарап тәкбір айтып көрші, дереу соттап жібереді террорист деп. Бірақ аналарға лицензия беріп қойған. Ол лицензиясы барлар олар айтса сотталмайды. Мамай да сол, Нұр Мамай. Ол да сотталмайды. Неғып бәрін сындай бересіз дейді. Кеш айттым. Мен ақ сүйкімсіз болайын. Мен ақ жаман атты болайын. Мен ақ жаңағы бәрін сындағыш болайын. Мен айтпасам кім айтады? Онда 30 жыл отыр онда. Қосанып дәулие көріп, Аппасия көріп, дос көшімді керемет ақылды абыз көріп. Отыр онда. Айдос Сарымды керемет, не деген ақылды білімді Аппасия деп отыр. 30 жылдан кейін маскадар жыртылды да сақ етіп секіріп Нұр Отаннан депутат болып шыға келді ғой. Ауыздарын даңқитып кетті ғой. Анау Қосанып ауыздарын даңқитты ма? Аңқитты. Соның барлығы неден? Саяси сауатсыздықтан. Бүкіл Қазақстан алданды. Бүкіл Қазақстан Қосанып қалданғанда Қосаныпқа қарсы ажуаны жазған менмін үйғамақта отырып. Атажұрттың мүшесі Қапарақатқа жіберіп, Қапарақат жариялады соны. Артынан Қапарақат WhatsApp-қа тарады, WhatsApp-тан Жасарал Қуанышалы ағамызға барып, Жасарал Қуанышалы ағамыз жариялады. Сол ажуаны мен жазғам. Алло, Қосанып, да. Шоуға қатынасасыз ба? Ойбай қатысайын, бірақ қорқам ғой, ел жұрт біліп қойды. Дос неге қатыспайды? Дос білініп қалды. Айдос неге қатыспайды? Аузы қисайып жүре берсін, оны да ел біліп қойды. Расул Жұмалыш, ол ана қытайшылдармен бірге Пекинге барып бақашаян жеп қойыпты, халық қарғап жатыр. Онда сен қатыс, онда бағасын екі еселейсіз ғой. Давай ақсақалға айтайық. Онда шоуға қатысайық. Міне. Қосаныптың шоумен екендігін, сол Қосанып сайлауға қатысқалы жатқанда үйғамақта отырып мен жазып қойғам. Саяси сауатты болайық. Саяси сауатты болайық, қазағым. Мен сол неге енің бәрін сындай берем. Енді 30 жыл алданайық па, неміз қалады? Енді 30 жылда мен 48-демін. Мен 78-ге келем. Менің құрдастарым, менімен шамалас. 5 жас бел құрдасың, сіздер де 70-тің ар жақ бер жағына келесіз. Енді 30 жыл отырсақ, не пайда? Мына өмір өтті де кетті ғой. Енді 30 жыл алдансақ, мына баламыз, жаңа туған баламыз 30-ға келеді. Не пайда? Мына дүниеден қызық көрмей кетеміз ба сонда? Мына қалың боқ болады, соқ болады, солар ғана 4 қатын алып, солар ғана қызық көріп, солар ғана жаңа ұрпақ өсіп отыру керек па? Біз ше, біз неге өмір сүрмейді екенбіз? Қарапайым қазақша. Неге қазақтың ең байлығын сол ұры-қары қарақшылар, жағымпаз, көгімпаздар солар ғана тура ұрттап ішіп, солар ғана қызығын көру керек? Неге қазақтың қыз жігіттері сотталып, қамалып, түрмеде жүру керек? Неге қазақтың ұлы құл қызы күң болып қаңғып кету керек? Неге қазақ бүкіл жамандықтан жер әлемде бірінші болу керек? Халық жаман емес, қазақ жаман емес. Қазақты осы жамандыққа итермелеп, осындай өмір сүруге мәжбүрлеп отырған нұрғауын, нұр шайтандық жүйе. Қазақ халқы әлемдегі ең текті, ең мықты, тамыры терең, тарихы тереңде жатқан халық. Өркениетті жаратқан және таратқан, мәдениетті жаратқан және таратқан, Еуропа мен Азияны ат тұяғымен таптаған көшпенді империялардың бүгінгі мұрагері қазақ халқы. Ал осындай халықты әлемдегі ең сұмдық қылмыстарды жасайтын халыққа айналдырып отырған мынау сатанистік, шайтандық, нумерологтық жүйе. Тағы не сұрақ бар? Неге сындай бересіз деп тағы жазды. Сындайтын себебім сол, қазақтың көз ашылсын. Мен ақ жаманатты болайын. Мені жамандап жазып жатыр екен ғой, қазір команда беріп анау қалың жаңағы анау теңіздің тереңінде жатқан жаңағы қаламгерлерге команда түсіп, Серікжанды жамандайтын мақаладар жазып жатыр. Жаза берсін, беттерін аша берсін.
Ертең дарғаса саламыз, болды. Кімнің кім екенін біліп, ана мақаладарын скринде фотоға түсіріп сақтай бер. Мен түкіргенім бар. Маған десең 1 миллион қазақ күніне бір мақала жазсын. Маған бір тиын. Мен айтқаным айтқан, жазғаным жазған. Бір шықса бірінің бетін жыртам, екі шықса екісінің бетін жыртам. Қазақ көзіңді аш. Мына қазір күні түні мені жамандап жазып жатқандарды болды, деді қой, онымен қырқысып дауласып та үре болма. Аты жөнін жазып сақтап қой, скринде фейсбугіне салып қой. Фейсбук банкрот болмаса, ютуб банкрот болмаса тұрады. Ертең каман бейби келе қойшы көкатай деп, осы мақаласын өзіне оқытамыз деп, мойнын дарғаса салам сон. Анжаққа бара қой дейміз, болды. Болды. Оның бәрі тапсырма түсіп тұр. Себебі не? Олар Нұрғауынның нұр ит аяғынан нұр жуынды ішіп отырған нұр иттер олар. Оған бола ойбай сен жақсы жігіт. Жақсы жігіт екені шын осығанға дейін. Журналист болып, интеллигент болып, зиялы болып, ақын болып, интеллигент болып, қалам жазып, кітап жазып, профессор болып жүрген үшін. Бірақ ит, бірақ сөз ит. Қалай? Мына Нұрғауынның шайтандық жүйесін ұзартып, соның өмірін ұзартып, соның осы халықты езіп қанауына еңбек етушілер олар. Оларға не істейді? Бар өр дейді Серікжанға қарсы. Неге? Енді оларға квартираны кім берді? Кім оларға джип мінгізді? Кім оларды бір мекеменің, бір кафедраның бастығын қойып, миллионды ап деп былай қалтағатып, миллионды ап деп былай қалтағатып отыр. Нұрғауынның киімбісі оны боп салады. Қайтты? Анау студент қызбен былығып жатқанда шақ ұстап алды. Мынаумен былығып жатып ұстап алды. Сосын каман бейби деді. Енді не істейміз деді. Ойбай болды, мен адал құлың болайын деді. Болды. Ұлын қайтты, бір жерге іліп қойды. Қызын қайтты, бір жерге жұмысқа қойып қойды. Сосын олар мына Нұрғауындық жүйеге өліп өшіп қызмет істейді. Ал сен қарапайым қазақ ойлайсың, ойбай, мынау баяғыда 10 килограмм кітап жазып еді, анау 20 километр дастан жазып еді, мынау ақын еді, мынау зиялы еді деп отырасың. Атаң басы. Олардың бәрі нұр қауымның нұр құлдары, нұр күңдері, нұр иттер олар. Болды, бірақ ауыз сөз. Оның жаңа кітабы да, шығармасы да, ғалымдығы да, профессорлығы да, зиялығы да бір тиын оған алданба. Профессор бола береді елдің бәрі. Профессор бола береді елдің бәрі. Оның ол кәсібі. Етік тігетін етікші менен жүрек тігетін хирургтың не айырмасы бар? Етікші етік тігіп, етік жамап жамбағат. Хирург елдің жүрегін жамап жамбағат. Жамбағыстың жолы ғана. Бірақ ол оның бірінен бірінің артық кем екендігін білдірмейді. Бірінен бірінің артық кемдігін білдірмейді. Анау хирург екен, ойбай әулие екен деп барып аяғын жалайсың ба? Иә, ол бір керемет мамандық. Бірақ оның адамгершілігі қалай? Ол ана етік жамайтын етікші мен жүрек жамайтын хирург, кардиолог екеуі бір нәрсе. Бәрі де жамбағыс үшін жанын жалдап отыр. Бірақ ол адамгершілігі қалай? Мысалы, анау мүмкін адамзатқа қарсы қылмыс жасау мүмкін. Анау вирусолог мына коронаны басқаны тауып, мынау вирустарды жаратқан. Олар да ғалым, олар да профессор, олар да академик. Бірақ мәселе қандай академик, қандай профессорлығында? Соны ойлаңдар, ниетін қараңдар. Осы жағын ойлаңдар. Тағы басқа не сұрақ бар? Ал аман сау болыңыздар, бөлісіп таратып тастаңыздар.